тақия тігуге бізге бірінші лекало керек және екі түсті мата керек. Біреуі дак матасы, екіншісі велюр мата. Себебі бізде тақия екі бетінде киюге арналған. Және бізге фетр матасы керек. Мұны мен фетрдан уже лекалоға қойып тігіп қиып алдым. Және жаны бізде 5 сантиметрде 53 сантиметр болады. Ал енді матадан біз 1 сантиметр артық аламыз. 6 сантиметрде 53 сантиметрден қиып дайындап аламыз. Қазір мен мына лекало бойынша 2 матадан дөңгелек қиып аламын. Міне бізде осындай 1, 2, 3 слой дайын болады. Енді осыларды қазір бір-біріне тігіп біріктіретін боламыз. Егер сіздерде паутинка болмаса, ешқандай проблема емес. Сіздер инемен қыстырып, жиегін бір рет тігіп алатын боламыз. Мында екі матаны бір-біріне қарамас қаратып, жиегін қазір 1 сантиметрден тігіп алатын боламыз. Мата қосылып кетпес үшін ине қыстырып алғандарыңыз дұрыс. Міне үтіктеп, екіге бүктеп, осылай үтіктеп аласыздар. Осылай үтіктеп алғаннан кейін, міне ішін ашып, міне именно тігісінің ортасына фетр матасын қойып, екіге бүктеп аласыздар. Бүктеп алған кезде дәл осылай әдемі болып шығу керек. Қазір жиегін 0,1 сантиметрде тігіп алатын болады. Инемен қыстырып алып, енді осының жиегін машинкада тігіп шығатын боламыз. Артық жерлерін, артық фетр көрініп тұрған қисық жерлерін тістейміз. Мына төбесінен де артық жан-жақтарын қиып тістейміз. Егер мына тақияның жиегіне узор жасағыларыңыз келсе, осылай бормен сызып алып, соны түзу тігіспен тігіп шықсаңыздар болады. Дайын болған екі детальді енді біріктіреміз. Сол үшін зигзагқа қоясыз да, енді береміз. Бір-біріне қосып тіге бересіздер. Біздің міне екі бетінде киюге арналған тақиямыз дайын. Бұны екінші бетінде киюге болады. Мен бұны мына кәжекейге арнап жасадым. Кәжекейдің де екі бетін киюге болады. Сол себепті тақиясында екі бетін өте удобно кие аламыз.